Бізде бойдақ қыздар көп. Неге көп? Өткені мына жігіттер, бойдақ жігіттер, мына ажырасқан әйелдерден бұрын соңды тұрмыс құрған, солардан ауысып атқан жоқ. Шын, бізде бойдақ қыздардың да ата-аналары өздері миллион, 2 миллион, 3 миллионды ставка қойып алған, уже скоро жаңағы Каспийге шығады шығар, рассрочкаға бөліп төлеуге болады деп бит тұрған фотоларымен. Құрметті ата-аналар, құрметті қыздар бойдақ, қойыңыздар ондай бір жаңа өздеріңе ставка қойып алғанда сатуларыңызды. Немене өмірге сатылу үшін келдіңіздер ма? Кейбір ата-аналар мақтанып жүреді дейді. Менің қызым өзінің тойын өзі ақтап кетті. Сонда не өмірге сату үшін алып келдіңіздер ма қыздарыңызды? Содан кейін, конечно, жақсы бойдақ жігіттердің бәрі бойдақ қыз келіншектерге жүгіріп кетеді. Соларға үйленеді. Ал бойдақ қыз келіншектер жаман деп кім айтты? Жақсылар да бар. Шынайы әдемі да қыз келіншектер ше. Аналар жаңағы бойдақ қыздар сияқты беттеріне 10 килограмм жаңа тональный жағып алып, қастар кірпіктерін жестірнақ құсап, ұзын қылып алып, искусственный болып жүргеннен, одан әлде қайда жақсы жаңағы қыз келіншекті, бойдақ қыз келіншекті алғанше. Өткені неге? Өткені шынайы кейпінде да. Сол себепті мына қойыңыздар өздеріңізді саудаға салуды. Базарға қоят шығарсыздар скоро уже. Жаңағы или әрбір банктың приложениесінде тұрады шығар, неше түрлі фотоларымен, алдымен, артымен арпалысып жүргендер. Қойыңыздар ондайларды.